Баршаңызға қайырлы күн, менің оқырмандарым, менің арнама қош келдіңіздер. Ең алдымен арнама тіркеліп, қоңыраушай белгісін баса кетіңіздер. Бүгін жеті шелпектің оңай және де тез жасалу жолын көрсететін боламын. Ең алдымен таза құрғақ ыдысымызға жылы сүтімізді, 3 дана жұмыртқа және де тұз, қантымызды, ас содасын салып, жақсылап жұмсақ қамыр илеп аламыз. Достар, онда өз мөлшерлеріңізбен өлшеп сала бересіздер, өйткені мен мұны таразыға салған жоқпын. Қатты қылуда, жұмсақ етіп илеуде өздеріңізге байланысты. Мен жұмсақ етіп илемін. Осы жолмен жасап көрсеңіздер ұнайды деген сенімдемін. Және де дрожжбен ашытып отырмайсыздар. Тез әрі оңай жасалынатын жолын көрсетіп сіздермен бөлісіп отырмын. Егер видеом ұнаса, лайк басып, өз пікірлеріңізді комментарияға бөлісіп отырыңыздар. Және де менің арнамның алға жылжуына, дамуына үлестеріңізді қоса кетіңіздер. Описание бөліміне қажетті заттарды жазып қалдырамын. Егер ұнап жатса, өз ойларыңызды комментарияға бөлісіп отырыңыздар. Алдағы уақытта сапалы видеомен бөлісіп отырамын. Арада кішкене денсаулыққа байланысты үзіліс болып қалды. Түсіністікпен қарайсыз деген сенімдемін. Енді бұдан былай сіздерге жақсы өзім білген оңай рецепттермен бөлісіп отыратын боламын. Осы дайын болған қамырымызды жақсылап илеп, юын қандырып, 20 минутқа тындырып қоямыз. 20 минуттан кейін зуалаларды кесіп, дайындап, баяу отта қатты қыздырмай сұйық майымызды пісіріп алатын боламыз. Мінекей қамырымыз дайын болды. Осылай мен таразыға салған жоқпын. Егер өздеріңіз таразыға өлшеп зуалаларын дайындап алсаңыздар да болады. Мен өзім көз мөлшермен үйреніп қалғанмын. Сол үшін әр данасын өзім көз мөлшермен кесіп пісіріп алдым. Осы рецептпен 14 шелпек шығатын болады. Егер тәтті болғанын қаласаңыздар, қантын көбейтуге болады. Мен тек 2 ас қасық қана қант қостым. Осы зуалаларды дайындап, жайып, бетін жауып, 10 минутқа тындырып қоямыз. Сонда қамырымыз өз-өзіне келіп көпсіп әдемі болып тұрады. Піскен кезде де жұмсақ, ауызға салғанда еріп, әдемі, дәмі ерекше болып тұрады. Жасап көруге кеңес беремін. Ашытып біраз уақыттарыңызды алып отырмайды. Өз ойларыңызбенен комментарияға бөлісе отырыңыздар. Осылай бірнеше бөліктерге бөліп, зуалаларын жасап, әзірлеп, 10-15 минутқа мен матамен бетін жауып тындырып қойып, баяу отта сұйық майымызды қыздырып, пісіріп алдым. Сіздерге лайфхак болсын, сұйық майды қыздырғанда, баяу отта қыздырыңыздар. Сонда салған шелпектеріңіз немесе бауырсақтарыңыз бірден күйіп кетпей, арасы шикі болмайтын болады. Осы рецептпен 14 шелпек шықты. Егер менің видеом ұнаса, лайк басып, пікірлеріңізді қалдырып, өз ойларыңызбен бөлісе отырыңыздар. Және де видеом ұнап жатса, құрбыларыңызбен бөлісе отырыңыздар. Менің қазақша арнамның алға жылжуына және де монетизацияға жетуіме сіздердің қолдауларыңыз мен үшін ауадай қажет. Сіздерден қолдау күтемін.
Осы тұста мен отымызды баяу етіп жағып, табамызды қойып, сұйық майымызды қыздырып алдым. Және де шелпектің ортасын кішкене тесіп алуды ұмытпаңыздар. Мінекей, майым қызып тұр. Шетінен шелпегімізді пісіріп, екі бетін сарғайтып, алтын түстес етіп пісіріп алдым. Сұйық майды қатты қыздырудың қажеті жоқ, өйткені шелпегіміздің сырты тез пісіп, арасы шикі болып қалуы мүмкін. Неге осылай көпсіп, жұмсақ шелпектер шығатын болады. Жасап көруге кеңес беремін. Екі бетін алтын түстес етіп пісіріп аласыздар. Неге дайын болды. Мен сіздермен қоштаспаймын. Келесі видеода кездескенше.